Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге мен бүгін гүлдің тұқымын қайдан және қай сайттан алатыны жөнінде айта кетейін. Ол үшін телефоныңыздағы Play Market'тен flip.kz программасын жүктеп аласыз. Мінекей алдарыңызда flip.kz программасы. Ашқаннан кейін алдыңызда реклама шығады. Пропуститті басамыз. Осындай терезе шығады. Бұның ішінде әртүрлі үйіңізге қажетті заттар сатылады. Менің мынау жеке кабинетім. Өзімнің мекен жайым қаламды реттеп қоямын. Неге Ақтау деп өзгерттім. Одан кейін өзімнің жеке кабинетіме барамын. Сіздер де осылай ішіне кіргеннен кейін мен сияқты ішіне тіркелесіздер. Аты жөндеріңізді, почталарыңызды және мекен жайларыңызды жазасыздар. Енді все раздели дегенге барамыз да ең соңғы жағындағы сад и огород деген кнопканы басасыз. Басқаннан кейін семена дегенді басып, цветы дегенді басамыз. Бұл терезені ашқанда көптеген гүлдердің түрлерін шығарып береді. Неке, мысалы мен бегония гүлін іздеймін. Алдарыңызға көптеген сорттарын, түрлерін шығарып береді. Неке, кез келген бегонияның түрін таңдадым. Ең бірінші мен адамдардың жазған пікірлеріне қараймын. Егерде шыққан жоқ, тұқым гүлдің несі ұнаған жоқ деп жазылса, мен бұны алмаймын. Фильтрдің ішіне барамда пікірлері бар деген кнопканы басамын. Неке, пеларгония тұқымын қараймыз. 52 пікір жазылған екен. Гүлдері өскен. Неке, біреулері стаканға өсірген, горшокке өсірген, далаға өсірген. Мінекей әдемі болып шыққан. Бұларды мен алуға кеңес беремін. Бұларды қай айда егетіні, қалай егетіні барлығы жазылады. Барлығын нақты қарасаңыздар болады. Бұл петуния гүлі. Мінекей керемет пікірлер жазылған, суреттері де көп. Бұны біз қараймыз описаниясын. Бұл 1 жылдық өсімдік. Енді фильтрге барып, көп жылдық гүлдерді қараймыз. Көп жылдық гүлдер, мысалы мынау Вашингтония деген гүл. Бұны пікірлерін қараймыз. Бұл да әдемі болып өскен екен. Суреттерін қарап отырмыз. Бұл да көп жылдық, 2 метрге дейін барады бойы. 3 штук бар екен упаковкіде. Осылай заказ берсеңіздер болады. Сіздерге почтамен 7 күнде келеді. Мысалы мынау үй гүлдері, глаксиния гүлі. Мен бұрын осы гүлді ектім. Гүлдері әдемі болады. Махровый, әртүрлі қабат-қабат гүлдері бар. Бұны февраль, март айларынан бастап ексеңіздер болады. Гүлдердің түрі бар енді. Аула гүлдері, үй гүлдері. Қайсын қарасаңызда барлығы да жақсы. Мынау міне бегонияның сары гүл ашатын түрі. Енді фильтрге барып тағы да қараймыз. Тек үй гүлдерін қарайтын боламыз. Көп жылдықты алып тастап қарап жатырмыз. Мынау драцена гүлі. Бұда да пікірлер жазылған, бірақ суреттегідей емес дейді. Кейбіреуінде
суреттегідей болған, кейбіреулерінде суреттегідей емес. Осылай енді көкөністерді қараймыз. Көкөністерден мысалы сыртындағы қорабында F1 деген жазуы болса ала беріңіздер. Себебі бұлар өз-өзінен тозаңданып, ары қарай жемістерін, көкөністерін береді. Помидор болсын, қияр болсын, қызылша болсын, барлығы да F1 деген жазуы болса ала беріңіздер. Мынау менің корзинам. Бұрын лилипут қиярына сақтап қойған екен, бірақ ол қазір жоқ. Менде томат каменный цветок деген бар. Помидор бұл балконда өсетін, өз-өзімен тозаңданып көкөніс беретін помидор. Енді мен тағы бір қиярды қостым. Бұрынғы қиярды удалить етем. Осы үшеуіне заказ беретін боламын. Доставкасы 490 теңге. Сіздер де осылай заказ беріңіздер. Құрметті достар, каналым ұнаса тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар түсіремін. Сіздермен болған Назгүл.